Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода тосап қосылған, яғни варенье қосылған кереметтей пирог дайындайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Менде әлі алда көптеген видео рецепттер болады. Ең алдымен біз жұмыртқаны жақсылап миксерлейтін боламыз. Ол үшін біз миксердің ең төменгі жай жылдамдығынан бастап, әр минут сайын миксердің жылдамдығын көтеріп отырып, біздің жұмыртқалы массамыз 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Және де ең алдымен кішкене тұз қосып, тұзбен миксерлейміз. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жұмыртқалы массамыз жақсылап көтерілді. Енді қантымызды шетінен бөліп отырып, 4 бөлікке, 5 бөлікке аз-аздан бөліп отырып, қантымызбен жұмыртқалы массамызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап миксерлеп болдық. Енді үстіне сүтімізді және де сұйық майымызды қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Жай ғана араластырамыз, ұзақ миксерлеу қажет емес. Енді осы массаның үстіне ситадан өткен ұнымызға 2 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, 2 бөлікке бөліп, немесе 3 бөлікке бөле отыра, осындай силиконды күрекшемен, яғни лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Ішінде бізде ұндарымыз әрине кесек-кесек болып қалмауы керек. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің массаның қоюлығы консистенциясы, яғни осындай болады. Қою қаймақ тәріздес, қою қаймаққа ұқсайды, және де бисквиттің қамырынан сәл қоюырақ болады. Менде формамның диаметрі 34-36. Әрине менде үлкен, сіздер сәл 26-28 диаметрге жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңызды, әрине ол өте биік, әдемі, үлкен, пышный болып шығады. Үстіне енді қалаған вареньеларыңызды, қалаған джемдеріңізді салуға болады. Менде клубниканың вареньясы, егер де сіздерде абрикос, шие болса, соның қалағаныңызды салуыңызға болады. Және де вареньядан бөлек бұл жерге піспеген жеміс жидектерді де қосуға болады. Менде пирог духовкада 180 градуста 40 минутта пісті. Егер де сіздер 26-28 диаметрде пісіретін болсаңыздар, пирогтарыңыз өте биік, дәмді болып шығатыны сөзсіз. Біздің тосап қосылған пирогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.